Сәлеметсіздер ме? Ақ көңіл, кішіпейіл, аңқау, ұқтап ұйқысы ашылмай жүрген қазағым, амансыздар ма? Сіздерге, жастарға ұйқысы ашылмаған жалқаулық істеп, ата-анасының зейнет ақысына өмір сүріп жүрген 20 манан 30-дың арасындағы жігіттерге, балаларыма айтарым бар. Біздің көршіміздің баласы бір 3 жігіт болып, Рәсейде компания шақырыпты. Ойбай, айлықтарың миллион, қалай болмасын келіңдер, соғыс басқа жақта, бізде соғыс жоқ, мына компанияға, сендер істейтұғын компанияға соғысқа жібермейміз, істеген жұмыс ақыларың миллионнан кем емес, деп шақырыпты. Жігіттерді, олардың телефон нөмірін кім берген? Оңтүстіктің жігіттеріне кім берген? Орыстың, біздің билікте орыстың агенті бар, сатқындар бар. Мысалы, Скляр, Илин деген басқаларының барлығы орыстың агенті, Путиннің агенті жіберіп тұрған. Сөйтіп, барат 3 жігіт, самолетқа отырады, кетеді. Сөйтсе, шекараға барса, бір татар жігіт, Қазақстанның татар жігіт екен. Сол жігіттер, қайырлықсыңдер, қазақстандықпыз депті. Қазақстандық болсан қайда барасыңдар? Осындай компанияға жұмысқа, ой, сорлы қазақ, қайтыңдар, өзімде қайтайын деп отырмын, бардым, көрдім, біліп келе жатырмын, адам әкелемін деп қашып келе жатырмын. Жүріңдер, қайтыңдар, сендерді соғысқа аттандырмақшы. 30 қазақ жігітті, қаяқтың жігіттері екенін білмей қалдым, айтамай қалдым оларға. 30-дан артық тәжік, өзбек, қырғыз, олардың бәрін соғысқа жіберді. Жүріңдер, мен сендер менен бірге мен қайтамын. Қайтыңдар жігіттер, ажалдарына 3 күн бұрын. Не депті? Ойбай, біздің телефонымызды кім берді екен? Сатқындар бар, білмейсің бе кімдер екен? Деп жаңағыларды айтыпты, одан да басқалары бар депті. Мұнайдың басқарып жүргенің барлығы Путиннің агенті, Путин жіберген чекисі, сендер білмейсіңдер ма деп, жаңағы 3 жігітті алып қайтыпты, ол азамат. Мінекей, ол біздің ауданда тұратұғын көршінің баласы. Ойбай, барамын да барамын, айлығы аламын, айлығы көп екен деп, кемпір мен шалға көнбеген. Атасы мен әжесінің зейнет ақысында өмір сүріп жүрген. Әнерде жұмыс болса барады, мінерде жұмыс болса барады. Сондықтан биліктегілер, көздеріңді ашыңдар. Өткенде де жазғамын, шекараны жабыңдар. Жас жігіт болсын, қыз болсын, құлдыққа, күңдікке жібермеңдер деп жазғамын. Неге сендер жібересіңдер? Неге сендер шекараны жаппайсыңдар? Өзі 20 миллионға жетпей тұғын ұлтымыз бар, 20 мыңға ма жетпей тұғын ұлтымыз бар, азғантай ғана. Оның ішінде қаншасы әлі келгенделер. Қазақпын деп өтірік қазақтың құжатын алып жүрген өтірік адамдар да бар. Сондықтан биліктегілер, көздеріңді ашыңдар, шекараны жабыңдар, қыздарымызды күңдікке, ұлдарымызды құлдыққа жібермеңдер. Құл болса да мейлі ғой, аман қайтса, соғысқа жібереді. Яғни Кореялар Қазақстанның Қырғызстаннан келген мұсылман жігіттердің барлығына, қыздарының бәріне Кореяның құжатын беріп жатыр екен. Неге береді? Ояқта да соғыс басталып жатыр. Соғысқа жібергенге адам керек. Шекараны жабыңдар. Бүткіл қандай мемлекет бар, шекарасын жабыңдар. Биіктегілер, сендерден өтініп сұраймыз. Бүкіл ата-ананың атынан, бүкіл Қазақстандағы ақ жаулықты әжелердің атынан сұранамыз сендерден. Шекараны жабыңдар. Жігіттерімізді, балдарымызды жібермеңдер. Егер жұмыс ақысын 300-500-ге дейін, 300-ден 500-ге дейін 300 мың, 500 мың жұмыс ақысын төлейтін болсаңдар, бірде-бір қазақ бармайды. Біздің қазақтың жігіттері, қазақтың қыздары жұмыстан қашпайды.
Сондықтан жұмыс ақысын көбейтіңдер. Жұмыс ақысын көбейтсеңдер, ешкім тентіреп жүрмейді ешқайда. Талайдан айтылып келе жатыр. Күңдікке барды, құлдыққа барды деп. Неге сендер түсінбейсіңдер, биліктегілер? Биліктегілер, көздеріңді ашыңдар. Өз ұлтыңды өзің ая, келешегіңді ойла. Осы жастардың барлығы қазақтың келешегі, Қазақстанымыздың келешегі. Сендер де, мен де сендей едім, сенің мендей болмасыңа кім кепіл? Айтшы, қартаймайсың ба? Ауырмайсың ба? Тақтап отырып, мен шірімеймін, алтынмын демегін. Шірімек түгілі, сасып кететіндер бар. Тақтан түскеннен кейін. Өзін қол жұмсағандар бар тақтан түскеннен кейін. Ойбай, тақтан түстім, мен күнімді көремаймын деп. Аз ба? Болып атқандар болып атыр. Биліктегілер, сендерден сұранамыз. Осы шекара біткенің бәрін жауып тастаңдар. Әні, Қытайлар жүр, арабтар жүр екен, Ордабасы ауданында. Қыз бар ма, бала бар ма, білген істеп. Неге оларды ашық қойдыңдар? Қытайлар жүр екен, Бауыржан Момышұлының өскен жерінде, Бауыржан Момышұлының әруағын аяқ асты етіп. Неге олар талтаңдап жүр? Неге олар қалаған жеріне барып қалаған істеп жүр? Арабтар жүр жаңағы Бәйдібекте. Қорқамыз дейді адамдар. Көшеге шығуға қорқып қалдық дейді. Неге сендер қадағаламайсыңдар? Неге Бәйдібектің әкімі қадағаламайды? Полициялар қазақтарды, шындықты айтқан жас жігіттерді қамап, қорлап, ұрғанша неге соларға қарамайды? Неге соларға ықтият болмайды? Өз қазақтарыңды өздерің қорлап отырсыңдар ғой, биліктегілер. Көздеріңді ашыңдар. Арабтар нағып жүр талтаңдап, кез келген жерді кәулеп, қай жерде мұнай бар, қай жерде алтын бар, қай жерде дәрілік шөп бар. Түгін қалдырмай әкетіп жатыр екен. Қытайлар жүр Бауыржан Момышұлының өскен жерінде. Небір дәрілік шөптерді осы бастан түбіменен қопарып әкетіп жатыр екен. Қазып жатыр екен, қай жерде байлық бар, қай жерде мұнай бар. Судың астынан бір денсаулыққа керекті тас па, қиыршық па білмеймін не екен, кәулеп, тоналап әкетіп жатыр екен Қытайлар. Неге қарамайсыңдар соған? Араларыңда сатқын бар, ықтият болыңдар. Ұрық аймағыңмен жоқ болып кетпеңдер. Қара халық жоқ болса мейлі ғой, өздеріңде соның ішінде құрисыңдар. Сол қара халық қазақтар құрғанның ішінде сендерде құрисыңдар. Сендердің балдарың да құрайды. Сендердің де келешектерің жоқ болады. Соны ойлаңдар, биліктегілер. Бізге не бар? Бізге ешкім тимейді демеңдер. Жамандық қайда? Бассаң аяқ астында, бәле қайда, бассаң аяқ астында дейді деген бабаларымыз. Бәле келмейді демеңдер, аяқ астында келеді. Көзіңді ашып жұмғанша келеді бәле. Міне, сендердің осы мұң-мұқтажын айтқан азаматтар тұр, Жетібайлар тұр, осы уақытқа дейін 3 ай 4 ай болып қалды. Олардың да мұң-мұқтажын орындап атқан жоқсыңдар. Шындықты айтып, шырқырап, халыққа араша түсіп жүрген азаматтарымыздың барлығын қамап қойдыңдар. Неге қамайсыңдар? Айтыңдаршы. Ол азаматтар халық үшін, халықтың келешегі үшін зар жылап жүрген, шындықты айтып, шырқырап жүрген журналистер. Олар саясаткер емес. Олар халықтың мұң-мұқтажын айтып, халықтың сөзін сөйлеп, жоғын жоқтап жүрген азаматтар. Оларды апарып қамап қойдыңдар. Кімнен қорқасыңдар? Сол қамалған азаматтың бәрінен қорқасыңдар ма? Біреуінен ғана қорқсаңдар, мысалға. Қамайсын, шығарасын, денсаулығы жоқ болады, өрде ұрады, қолын қайтарады. Сәрсенбаев бауырымыз 70-тен асып кетті, оның да қолын қайтарып, денсаулығына қарамай. Сендер ата болмайсыңдар ма? Ата болмайтындарыңа көздерің жетіп отыр ма? Биліктегілер, ата болмайсыңдар ма? Сендер мына түрлеріңнен Құдай біледі, 70-ке де жетпейсіңдер.
Жамандықтың бәрін істеп отырсыңдар ма? Алдарыңа қайтады, жанұяңа қайтады, балаңа қайтады, немереңе қайтады. Кеде болмаса, немереңе қайтады. Есіңде болсын. Жамандық аяқ астында бір паста атылып шықса, байқамайда қаласың жамандықтың не екенін. Сондықтан 70-тен асқан Сәрсенбай бауырымызды қолын қайтарып, әйеліменен қинап, не болды сонша? Көздеріңе шел бітті ма? Ол қария жамандық істеп жүрген жоқ, миллиондап ұрлаған жоқ, триллиондап ұрлаған жоқ, сендерді жамандаған жоқ. Тек халықтың сөзі, халықтың шындығы, халықты ояту, халықты жөнге салу, о кісінің айтқаны. Сотқа барып, жаңа бостандық дегенге бола қамап жүрсіңдер. Халықты сыйласаңдар, сыйлы боласыңдар. Сендердің достарың халық, сендердің достарың агент, чемпион, жаңағы Путиннің жіберген адамдары, сендердің сеніп отқандарың. Сенбе, алыстағы ағайыннан деген қазақтың сөзі бар. Алыстағы ағайыннан қасыңдағы досың артық. Қасыңдағы досың артық. Сен Путинге сенбей қойыңдар. Путин бітіп отыр. Бітпеген күнде де ол ата-бабамыздың дұшпаны келе жатқан. Қырғаны естеріңде ма? 86-да қырды. Одан 36-шы жылы қырды, 32-шы жылы қырды. Соғысқа 16 жастан 14-16 жастың қазақ жігіттерді алып кетті соғысқа. Менің 4 ағам 16, 17, 18, 19-да еді. 20-ға да жетпеген. Барлығы соғыста қырылып қалды ғой. Міне менің айтып отырғаным осы. Сендер отырсыңдар, мен ондай болмаймын демеңдер. Көздеріңді ашыңдар, халықты сыйлаңдар. Халықты сыйласаңдар, сыйлы боласыңдар. Біреу бірдеңе істесе сендерге, халыққа жақсылық істесеңдер, халықтың мұң-мұқтажын тыңдасаңдар, сендерге бір жау келсе, дұшпан келсе, халық сендерді ажыратып алады. Соны ойлаңдар. Әні Қытайлар судың ішінде кәулеп, тоналап мәшинелер басып кетіп жатыр екен. Ол бір Қазақстанның қамысы да орып әкетіп жатыр екен. Аштан жұмыссыз жүрген қазақтар өздері орып, тоналап, арттырып жатыр екен. Пәлен мыңнан әр бауын баулап қояды екен. Жиып, баулап деген сөз жиып, шынырманан байлап, соны сатып жатыр екен біздің қазақ. Мыналар әкетіп жатыр ғой. Айтты, шықты. Мыналар әкетіп жатыр, қамысты әкетіп жатыр, біз сатып жатырмыз, осыны сатып күнімізді көріп отырмыз деп шырылдап әйелдерде, жігіттерде шықты. Неге қарамайсыңдар соларға? Сендерге бәрібір ме? Қамысты орса мал жейді. Халықтың малы қырылып жатыр. Жылқысы жылқыдай қырылып жатыр, қарамалы қарамалдай, қойлар ғой қырылып кез келген жерде томпайып жатыр, арам өліп. Сол қамысты орғызып, сол қамысты халыққа берсеңдер болады. Кеңес дәуірінде ұшақпанан қалың қар кезінде халықтың малы, шаруалардың малдары жеуге шөп таппай атқанда, жем таппай атқанда, кеңес дәуірінде, Қонаевтың уағында, кеңес дәуірінде, орысқа бағынышты дәуірдің өзінде ұшақпанан түк шөпті тастап, қап жемді тастап, халықтың малын біреуін қырмастан, арам өлтірместен сақтаған. Неге сендер көздеріңді ашпайсыңдар? Қамысты әкетіп жатыр екен, әкете берсін. Көздеріңді ашыңдар. Сол қамыстан түк шөп шығады. Ол шөпті жылқы жейді, қарамал жейді, қой жейді. Олар неге әкетіп жатыр аналар? Басқа мемлекет неге әкетіп жатыр? Неге шекараны ашып қойдыңдар? Машина қылып, вагонман әкетіп жатыр екен, вагонман. Неге қарамайсыңдар соған? Шекарадан ашып қойдыңдар. Әр мемлекет білген, анау итте келіп жалап кетіп жатыр, мынау ит келіп тартып кетіп жатыр. Қытайдың иттері ғой бұратала, қазанымызды жалап, қақпағына дейін суырып әкетіп жатыр.
Қазаннан қақпап кетсе, иттен ұят кетеді дейді. Ұяттың не екенін біле ма олар? Оларға керектісін әкетеді олар. Қарға келді қан кетіп, сауысқан келді сарп етіп деген осыдан шыққан. Қытай келді, алып кетіп жатыр. Араб келді, әкетіп жатыр. Біздің қазақ не қылып отыр? Әкете берсін, ада болсын. Бұл Назарбаевтың планы, Назарбаевтың істегені. Енді Назарбаев кетті ғой. Ой, Назарбаев, еркексің ғой, кеттің бе, арқаңа қарама. Қатын екеш, қатын шыққан жеріне қайтып қарамайды. Есікті қатты жауып кеткен қатын болсын, еркек болсын, арқасына қарамайды. Сен тем более еркексің, арқаңа қарама. Кеттің бе, кеттің. Жедің бе, жедің. Ұрпағыңа дейін, үрім бұтағыңа дейін бітті. Бітті. Өлергенше жетеді сендерге. Өлмеймін деме, бір күн емес, бір күн арам өледі. Олар жегені желкесінен шығып жатыр. Жақсат алып кетудің орнына ұры, қары, жемқор, өтірікші атанып кетті ғой. Әйтпесе жаман адам емес еді. Қазақтың тілін қайерге барса да қазақтың тілін сөйлеп жүрген адам еді. Сенген едік. 30 жыл сеніп қойып едік. 30 жылдық қазақтың өмірін құртып кетті. Келешегін құртып кетті. Не өтірік ба? Енді биліктегілер айналайындар, көздеріңді ашыңдар, шекараның бәрін жабыңдар. Бұл не деген сұмдық, не деген сұмдық. Судың, көлдің астындағы керекті нәрсені Қытайлар алып жатыр екен. Соның керек екенін біздің қазақтың ғалымдары білмей ма? Неге ғалымдар тексермейді соны? Мына Қытайлар не әкетіп жатыр? Халық ойбайлап жатыр. Мыналар әкетіп жатыр. Көлден көл қалдырмады. Қазып жатыр. Биліктегілер қазып жатыр деп ойбайлап жатыр. Неге сондар көңіл бөлмейсіңдер? Неге біздің ғалымдарымыз соны білмей ма? Судың астындағы керекті нәрсені біздің ғалымдарымыз неге тексермейді? Нағып олар ғалым болып миллиондап айлық алып отыр. Қара қазақты сорып отырсыңдар ғой. Кенеше сорып отырсыңдар, сүлікше сорып отырсыңдар. Өтірік па? Өтірік емес. Ғалым, мен ғалыммын. Ғалым болса неге ол тексермейді? Халық айтудай айтып жатыр. Көлді аударып әкетіп жатыр. Вагондап әкетіп жатыр қамысты. Жердің астындағы судың ішіндегілерді әкетіп жатыр. Биліктегілер қараңдар, бұл не деген сұмдық деп. Жүгері дегеніңіз сасып жатыр екен. Халықтың малына беру керек сол жүгеріні. Қазақстанда жүгері дегеніңіз сасып, шіріп жатыр деп ойбайлап жатыр ана бір азамат. Келіңдер, жүгеріні көріңдерші. Мінекей, пәлен гектар жерде жүгері шіріп жатыр. Көп қап-қара болып, көгеріп шіріп жатыр дейді жүгері. Неге сендер қазақтың жер үстіндегі байлығына ие болыңдар, шыш болмаса? Жер астын ғой, орыстардың бәріне беріп қойдыңдар, Қытайға беріп атсыңдар. 30, 40, 50% жер асты байлығы кетіп жатыр. Кетіп жатыр. Еш болмаса жердің үстіндегі шіріп атқан жер үстіңгі байлығын көңіл бөлсеңдерші байлығына. Жер үсті байлығы. Гектарлап жүгері дегенің көгеріп сасып жатыр дейді. Соның барлығын жазда жинаса, күзде жинаса, осы қырылып атқан малдарға беруге болатын еді ғой. Мемлекетте ұшақ бар. Мемлекет төк шөптерді кеңес дәуірінде қайдан алды? Күзде жиды. Шкірттеп жиды күзде. Соны шаруаның малдары арам өліп қалмасын деп ұшақпанан тастады. Жемді де тастады, түк шөпті де тастады. Пәленше шаруада пәлен мың жылқы бар, пәлен мың сиыр бар, пәлен мың қой бар. Соған мынау жетеді бір айға, мынау 2 айға жетеді деп тастап отырды. Неге сендер соны қылмайсыңдар? Аңылғандарың жеу, аңылғандарың ұрлау, тақтан таққа секіру, кәдімгі маймыл сияқты. Олжас Біртенов, саған сеніп едік айналып кетейін. Қара осыларға, осылардың барлығын депутаттар манан шешіңдер. Депутаттар, айналайындар, Мақсат, Дәулет, Жұлдыз, Бапи, Иса, Жаңбіршін, айналайындар, қайдасыңдар? Осы менің айтқанымды оқыңдар, менің айтқаныма көңіл бөліңдер. Халықты жаржылатып қоймаңдар. Арабтар білген істеп жатыр деп ойбайлап жатыр. Қытай жүр.
Қайерде байлық бар, қайерде Қытайға керекті, денсаулыққа керекті, малға керекті. Киікті ғой қырып болдыңдар. Киелі киіктің қарғысына ұшырадыңдар. Міне Алматыда 10-нан 12 балға дейін жер қимылдайды деп отыр. Жерекеш жерде, қара жерде сендердің істеп отырған істеріңе, істеп халықты қинағандарыңа жерекеш жерде сілкініп отыр. Кешегі 5,5 бал сілкіну қозғалып 5 құсаған тербелу емес дейді. Атты дейді. Гүрс еткізіп атты да қайтып түсті дейді. Гүрс еткізіп атты да қайтып түсті дейді. Бұл 50 жылда бірақ болатығын сілкініс ет дейді. Ғалымдар айтып отыр. Сондықтан жерекеш жерде де жылат жібердіңдер ғой. Жерекеш жерде де қорла жібердіңдер ғой. Көздеріңді ашыңдар. Депутаттар, биліктегі азаматтар, көздеріңді ашыңдар. Осыны оқыңдар. Халқым, қазақ халқым, айналайындар. Өзің өлтірмейді, жат жарылқамайды дейді. Өздерің сақтаңдар. Бұғып отырмаңдар. Балаларыңды жіберіңдер. Жұмысқа орналастырыңдар биліктегілер. Сендерден сұранатынымыз осы. Тұтқан оразаларың қабыл болсын. Мына киелі қасиетті айда Алла тағала Қазақстаныма, қазақ халқыма тыныштық берсін. Оразаларың қабыл болсын. Таң сәреде ішкен сәрелерің ас болсын. Егер халықты осындай жылата беретін болсаңдар, жеңендері желкесіне шығады адамдардың. Мынау қасиетті Рамазан айы өте қасиетті ай. Бұны баяғыдан қасиетті ай келе жатыр, ықтият болыңдар. Біріңменен бірің ұрыспаңдар, біріңді бірің ренжітпеңдер. Бармағандарың өлгенге барыңдар. Топырақты өлімнен, торқалы тойдан қамаңдар. Қасиетті айда аузашар істеңдер, Алладан тілеңдер. Біріңді бірің дос көріңдер. Дұшпаныңды тамаққа шақыр, дұшпаныңның үйіне бар татулас. Бұл қасиетті ай деп жататын еді. Қасиетті айды құрметтеңдер, қасиетті айда аяқасты қылмаңдар. Мінекей, енді осының барлығын оқып, осыдан құласа қорытынды шығарыңдар. Жандарым, айналайын, жастарым, құласа шығарыңдар жаным, қорытынды шығарыңдар. Ояныңдар, келешектерің бар. Біз ғой өтіп баратырмыз. Bir иығымда өлім, бір жағамызда өмір бар. Келешектің бәрі сендердікі. Ата-бабамыз қолдың күшіменен, найзаның ұшымынан осынша ұлан ғасыр жерді алды ғой. Жанұясымен қырып кетсе де жерге бола. Қолдың күшіменен, найзаның ұшымынан соғысып, бір қасық қаны қалғанша соғысты ғой. Сөйтіп, осы ұлан ғасыр жерге ие болды. Сендер ауыздарыңа салып бергенде шайнап жұтамай отырсыңдар. Сендерден сұранатынымыз, ықтият болыңдар, шекараны жабыңдар.